Сәлеметсіздер ме баршаңызға? AI сана подкастының жаңа эпизодына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді 15 жылға жуық уақыт бойы танитын достарымның бірімен таныстырғаныма өте қуаныштымын. Хуэй, бізге қосылғаныңыз үшін рахмет. Бүгін мені шақырғаныңызға рахмет. Иә, сіздің осында болғаныңызға өте қуаныштымын. Біз көптен бері доспыз, және сізді білгеннен бері сіз технология және бағдарламалық жасақтама салаларында, сату саласында жұмыс істедіңіз. Бірақ сіздің мансап жолыңыз бұдан әлдеқайда қызықты. Өзіңіз туралы аздап айтып беріңізші, сіз кімсіз және тез дамып келе жатқан стартаптарда қалай сатуға шықтыңыз? Иә, әрине, мен ұзақ жол жүрдім. Бастапқыда сату саласына барудың нақты жоспары болған жоқ. Шынымды айтсам, жаңадан бастаған кезде сатуды мамандық ретінде қарастырмадым. Менің генетика мамандығы бойынша дипломым болды. Сол кезде көптеген адамдар генетикадан бағдарламалық жасақтама әзірлеуге қалай ауысуға болады деп сұрайтын. Қалай істедіңіз? Мәселе мынада, сол кезде геномдық деректер экспоненциалды түрде өсіп келе жатқан еді, және кез келген жұмысты орындау үшін бағдарламалауды үйрену керек болды. Ақпарат өте көп болды, және біз жаңа алгоритмдер жасап, олардың барлығын компьютер жадында қалай сақтау және өңдеу керектігін анықтауымыз керек болды. Бірақ генетиканы тереңірек зерттеген кезде маңызды мансапқа ие болу үшін жақсы магистр немесе PhD дәрежесі қажет екенін түсіндім, және бұл маған арналмағанын түсіндім. Сонымен шамамен 25 жыл бұрын мен өзімнің алғашқы стартапыма қосылдым. Бұл шағын стартап болды. Мен онда бағдарламалық жасақтама әзірлеушісі ретінде бастадым. Ал шағын стартаптарда сіз білетіндей әдетте көптеген әртүрлі міндеттерді орындауға тура келеді. Бір күні олар маған қоңырау шалып, тыңдаңызшы, кезекшілікпен жұмыс істегіңіз келе ме деп сұрады. Мен бұрын соңды мұндай жұмыспен айналысқан емеспін, бірақ тырысамын деп жауап бердім. Шақыру бойынша. Шақыру нені білдіреді? Бізде өнім болды. Мысалы, демалыс күндері тұтынушылар көмек сұрап қоңырау шала алатын. Бізде толыққанды техникалық қолдау тобы болған жоқ. Өнімді сатқан кезде тұтынушыларда қиындықтар туындаған жағдайда қолдау көрсетуіміз керек. Сондықтан тұтынушылар демалыс күндерде қоңырау шала алатын, ал қоңырауға компаниядағы бос адам жауап беретін. Мен біраз уақыт қолдау қызметінде жұмыс істедім, және бұл маған ұнайтынын түсіндім. Мен клиенттерге бағдарламалық жасақтама түзетулерін жаздым. Мен жасауға көмектескен өнімді көру және клиенттердің қиындықтарға тап болғанын көру өте қызықты болды. Мен өнімнің шындықпен қай жерде шынымен соқтығысқанын көрдім. Клиенттер пікір білдірді. Мен бірден өзгерістер енгіздім, және оларға бұл өте ұнады. Мен біраз уақыт қолдау көрсеттім, және бұл маған қатты ұнады. Әр күн әртүрлі болды. Ешбір күн алдыңғысына ұқсамады. Клиенттердің әрқашан шешуі керек жаңа мәселелер болды. Содан кейін мен бағдарламалық жасақтама әзірлеу саласында жұмыс істеуді жалғастырдым. Кейінірек Data Domain деп аталатын компанияға қосылдым. Сіз бұл компанияның не екенін білмеуіңіз мүмкін, бірақ сіз Snowflake туралы естіген шығарсыз. Оған дейін ServiceNow болған. Сол компаниялардың барлығының Data Domain, ServiceNow және Snowflake бас директоры Фрэнк Слутман болды. Ал Data Domain шын мәнінде оның алғашқы IPO-сы болды. Мен сол компанияға қосылдым, және біз Фрэнктің, оның өрлеулері мен құлдырауларын бақылаудан көп нәрсе үйрендік. Шынымды айтсам, Фрэнк мен бірге жұмыс істеген ең үздік бас директор. Мен әрқашан айтамын, менің өмірімдегі ең құнды тәжірибе стартаптың алғашқы кезеңнен бастап масштабтауға дейін қалай дамып келе жатқанын көру. Әркім компанияны үлкен немесе кішкентай деп санайды, бірақ бәрі бірдей, оның бүкіл жолын көре бермейді. Бұл жол менің мансабымдағы ең құнды және қызықты жол болып шықты. Кейінірек біз бұл тәжірибені басқа бірнеше компанияларда қайталадық. Мен Фрэнкпен жұмыс істей отырып көп нәрсе үйрендім. Оның мінезі өте күшті, агрессивті еді. Ол жеңіске жеткісі келді, және ол дұрыс жолмен жеңіске жеткісі келді. Біз істерді жарты жолда жасаған жоқпыз. Біз күрделі мәселелерді шештік. Менің Фрэнк туралы көптеген әңгімелерім бар, бірақ оларға кейінірек тоқталамыз. Сондықтан мен Data Domain компаниясына қосылдым. Мен сол жерде басшылық қызметте болдым. Дәл осы кезеңде компания кәсіпорын нарығына көшуді бастады. Біз жақында ғана акцияларын жария еткен шағын стартап едік. Келесі қадам ірі Fortune 500 компанияларына қалай сату керектігін анықтау болды. Бұл сату тәсілін толығымен өзгертуді талап етті, ал компания өзін қайта құруға мәжбүр болды. Бастапқыда сіз бизнесіңізді шағын коммерциялық клиенттерге негіздейсіз, бірақ ақырында ірі кәсіпорын клиенттеріне кеңейтуіңіз келеді. Әңгіменің осы бөлігіне келгенде, кәсіпорындық сатудың нақты мағынасын түсіндіріп беруіңізді сұраймын. Бірақ сіздің әңгімеңізге оралайық. Сіз генетик, содан кейін бағдарламашы, содан кейін сатуға, техникалық қолдау көрсету саласында жұмыс істедіңіз. Бір кезде сіз толық уақытты сату бөліміне ауысуды шештіңіз. Сонымен техникалық сатылымдар. Сіз IPO-ға дейін Data Domain-ге қосылдыңыз. Олармен бірге IPO-дан өттіңіз. Содан кейін сол жерде қалдыңыз ба? Немесе кетіп қалдың ба? Неге кетіп қалдың? Фрэнктің соңынан ақшақырға дейін бардың ба? Сол кезде мен Фрэнктің қандай керемет бас директор екенін әлі түсінбеппін. Data Domain компаниясынан кейін компанияны EMC сатып алды. Тіпті компанияны сатып алу үшін EMC мен Network Appliance арасында нағыз күрес болды. Дұрыс есімде болса, бұл шамамен 2006 жыл болды. Сол кезде келісім шамамен 2,4 миллиард долларға бағаланған болатын. Мәселен, VMware шамамен $600 миллион сатып алынды, EMC де солай болды.
Бұл екі компания арасында үлкен сауда соғысы болды. Мен стартапшы болғандықтан кеттім. Мен сол кезде жас едім және әрқашан қызығушылыққа беріліп жүрдім. Менің жөн ғана істейік деген тәсілім болды. Шынымды айтсам, келісімді жабу үшін жаңа нәрселерді үйренуден қорықпадым. Мысалы, сатушылар көпшілігі төмен деңгейлі код туралы айта алмайды. Сосын кенеттен бір сәтте мен сіздің бизнесіңіз туралы әңгімелесіп жатырмын. Бұл қызығушылық болды. Өзімді жетілдіруге және дамытуға деген ұмтылыс. Жарайды. Сонымен дата доменнен кейін қайда бардыңыз? Келесі қадам қандай болды? Мен сол кезде қолдау саласында жұмыс істедім. Мен шағын стартапқа қосылдым және менің ойымша екінші техникалық қолдау инженері болдым. Көптеген адамдар қолдауды тек тұтынушылардың мәселелерін шешуге көмектесетін адамдар тобы деп ойлайды. Мен әзірлеуші болдым. Сондықтан біз қолдау инженерлерінің алғашқы тобы қалай жұмыс істеу керектігі үшін барлық инфрақұрылымды құрдық. Біз клиент қоңырау шалып, сіз оның мәселесін шешесіз, болды деген қолдау жүйесін құрғымыз келмеді. Біз жүйені қалай құру керектігін анықтауымыз керек болды. Біз бұл мәселені Data Domain компаниясында көрдік. Сатылған әрбір 100 жүйе үшін бір қолдау инженерін жалдауға тура келді. Бұл маңызды, себебі кейінірек мен сізге Nimble компаниясының қалай көпшілікке жария болғанын және қалай сатып алынғанын айтып беремін. Түсіндім. Сонымен Nimble сіздің екінші стартапыңыз болды ма? Nimble менің екінші стартапым болды. Сіз олармен IPO алдындағы кезеңнен бастап, IPO кезінде және одан кейін бірге болдыңыз ба? Біз құралдарды әзірлей бастадық. Мен адамдарға әрқашан ескертемін. Стартаптағы ең қиын нәрселердің бірі уақытты басқару. Қай жерде ең тиімді боласыз және мақсатыңызға жетуге не көмектеседі? Мен мұны Фрэнктен ерте үйрендім. Есіңізде болсын. Нарықта нақты бәсекелестік бар. Фрэнк өте агрессивті көшбасшы болды. Маған оның бойындағы осы қасиет ұнады. Бірақ әрдайым есте сақтау керек. Сіздің мақсатыңыз қандай? Жол бойында көптеген шу мен алаңдататын нәрселер болады. Бірақ сіз мақсатыңызға назар аударуыңыз керек. Nimble'дегі мақсатыңыз қандай болды? Кейін не істедіңіз? Nimble'де қалдыңыз ба? Мен Nimble компаниясында 4 жыл жұмыс істедім. Акциялар біртіндеп сатыла бастады, одан кейін мен қайтадан жаңа стартапқа қосылуға шабыттандым. Жарайды ғой, сіз Data Domain компаниясына қосылғаныңызды, оны IPO-ға дейін жеткізгеніңізді айттыңыз. Содан кейін Nimble-ға қосылып, оны да IPO-ға дейін жеткіздіңіз. Ал Nimble-дан кейін не болды? Шынымды айтсам, менің неге кеткенімді түсінуіміз керек. Мен көмектестім. IPO-дан кейін көптеген компаниялар назарын жоғалтып, сәтсіздікке ұшырайды. Мен мұны жиі көремін. Сіз сол аштықты жоғалтасыз. Мен аптасына 60 сағат жұмыс істейтінмін. Бұл мен үшін жеңіл апта еді. Мен оны түсінемін, дұрыс па? Болашақ қызметкерлерде ынта болмайды, өйткені олар аз үлес алады. Адамдар үлкен компанияға келеді, олар тепе-теңдік күтеді. Бірақ не болады, мен мұны бәріне айтамын. Бұл Data Domain және Nimble арқылы бірінші қолмен көрген ең маңызды нәрсе үйлесімділік. Компания үйлесімді болмады. Бұл маркетингтен, сатудан басталады. Және бүкіл компания үйлесімді болу керек. Егер инженер біз не сататынымызды айта алмаса, онда біз қиындыққа тап болдық. Сіз мұны көп жерде көресіз. Білесіз бе, мен қазір үйлесімділікке қатты мән беремін. Себебі бұл бірінші мәселе. Көптеген компаниялардың, тіпті стартаптардың сәтсіздікке ұшырауына себеп болатын нәрсе. Барлығы үйлесімді болу керек. Біз нені және не үшін істеп жатқанымызды, қандай нәтиже күтіп отырғанымызды түсіну керек, және біз соның артында болуымыз қажет. Бұл бірінші. Екінші, мен үйлесімділік туралы. Көп адам ойлайды, мен маркетингпен, сатумен, қаржымен айналысамын. Дұрыс, менде жақсы стратегия бар, бірақ сату оңай емес. Менің ойымша, сатудан алынған кері байланысты қайтару үшін күшті кері байланыс циклі қажет. Мен сізге мысал келтіремін. Мысалы, Snowflake компаниясында клиенттер келісімшарттардың күрделі екенін айтып шағымданды. Фрэнк олардың заң бөліміне жеткізілгенін тексерді. Ол келісімді оқуды жеңілдетті. Дұрыс. Ол сатудан алынған кері байланысты жақсы қабылдайтын және сатуды жеңілдететін. Сонымен, жарайды, сіз Фрэнк туралы өте жоғары пікірде сияқтысыз. Сіз ешқашан Фрэнкпен қайттан жолықтыңыз ба? Біз оны бірнеше апта бұрын кездестірдік. Қызық, мен кешкі ас алып жатқанда Фрэнкке жолығып, бұрышта 2 миллиардер қарапайым итальяндық мейрамханада кешкі ас ішіп отыр екен. Фрэнк екеуміз сол жерде сөйлесіп, оның жұмысты қалай жеңілдеткені туралы әңгімелестік. Дұрыс. Сонымен қатар білесіз бе, мен Мэтт Джейкобс есімді жігітпен жұмыс істедім. Ол екеуміз осы сапардың басынан бірге болдық. Мен Мэттпен жақынмын. Nimble'дан кейін, 2 IPO-дан кейін, Мэтт екеуміз стартап командасы ретінде бекіттік. Дұрыс. Кремний алқабында жұмыс істей бастағанда көптеген компаниялар бізді сол кезде алғашқы сату командасы болуға шақырды. Мэтт
Мет менен сәл үлкенірек еді және ол жігіт 4 IPO-дан өтті. Кемет. Ал оның формуласы болды, дұрыс па, білесіз? Бұл ең алдымен сіз. Ол ең керемет әңгімеші болды. Жарайды, сіз мұны да білдіңіз. Білесіз бе, мен барлығын айтқым келетін нәрсе бар. Қазір Zoom әлемінде адамдар Zoom-ға тым үйреніп кетті. Біз қайтадан бетпе-бет кездесулерге оралуымыз керек. Сіз екеуміз бұрын көп сөйлесетінбіз. Иә. Мен жолына 5000 миль жүріп өтемін, әр компанияда. Адамдар неге деп сұрайды. Мен бәсекелесім жалқау деймін. Мен кездесуге барамын. Өттім. Мен әр 2 жыл сайын көріп ауыстыратынмын, себебі мен клиенттің алдында боламын. Мен олардың дене түрін оқи аламын. Қызығушылықтарын байқаймын. Бетпе-бет сату оңайырақ. Бөлмені түсіну оңай. Біз байланысты жоғалттық, Zoom жиі қолданамыз. Иә. Бұл мүлдем дұрыс. Мен айтқым келеді. Біз осы мазмұнның негізгі бөлігіне ауыса бастаймыз. Сондықтан мен сіздің тәжірибеңізді студенттеріміз үшін қорытындылауды қалаймын. Немблден кейін Daydreamға бардыңыз сосын. IPO-ға шықты, соңында VMware сатып алды. Жарайды сіз Nimble-да екінші сатушы болдыңыз. Сіз дата домейнда IPO-ға дейінді ерте қызметкер болдыңыз. Сіз сондай-ақ Nimble-да ерте қызметкер болдыңыз ба? Мен бірінші болдым. Сондықтан сіз екі компанияда ерте кезеңде және бірінде өсу командасының бөлігі болдыңыз. Сіз сатып алулар мен IPO-ларды көрдіңіз. Менің ойымша, студенттер табысты көріп, оны негізін қалаушының көзқарасынан қабылдайды. Бірақ стартапқа қосылу арқылы кәсіпкерлікті сирек қарастырады. Сіз ерте сатылым командасының мүшесі болдыңыз. Сіз команда стратегиясының ерте дамуына қатысқансыз. Мен сізге бірнеше сұрақ қойғым келеді, егер біз негізгі бөлігіне өтсек. Білесіз бе, сіз бұрын айтқансыз, сіз сатылым, маркетинг, қаржы деп айттыңыз. Адамдар ойлайды, егер сіздің қаржыңыз бен маркетингіңіз жақсы болса, және өніміңіз жұмыс істеп тұрса, онда сатылым өздігінен болады. Сатылым, маркетинг және қаржының айырмашылығы неде? Неге сіз бұларды бөлдіңіз? Меніңше қаржыландыру маңызды, дұрыс па? Ол бәрін басқарады. Сатушылар шын мәнінде монетаға тәуелді адамдар. Дұрыс. Менің ойымша, қаржыны атап өтетін себебім көп жағдайда қаржы сатылымға кедергі келтіреді. Бірақ сатылым нені білдіреді, қаржы нені білдіреді, маркетинг не? Сонымен сатылым бұл мен әрдайым компанияның клиентке бағытталған бет бейнесі ретінде қарайтын адам, дұрыс па? Біз мұнда кеңес беруші ретінде келдік және оларды мен сіздің өніміңізді сатып алуға дайынмын, себебі сіз айтқанның бәріне сендім деген шешімге жеткізуді көздейміз. Мен қаржымен жиі жұмыс істеймін және ол кейде сатылымға кедергі келтіреді деп ойлаймын. Себебі сіз тек ақшаның кіріс шығысын көретін адаммен сөйлесесіз. Дұрыс. Кейде қаржы мамандары жоқ, бізге жақсырақ маржа қажет дейді. Сонымен маркетинг бұл брендті қалыптастыру және оқиға айту. Ал сатылым бұл оқиға айтудың нақты келісімге айналатын сәтіндегі түрі. Немесе форма. Ал қаржы бұл келісімнен кейінгі кезең. Бәрін біріктіретін ата-ана. Түсінікті. Сіз ерте және кейінгі кезеңдегі стартаптарда жұмыс істедіңіз. Сатуын туралы сөйлескенде адамдар сіз жасап шығарған затыңызды сатыңыз дейді. Бірақ біздің студенттер кәсіпкерлікті үйренуде және мен сіздің оларға өнімсіз-ақ сатылым жасау мүмкін бе, жоқ па, немесе сатылым дегеніміз не екенін түсінуге көмектесетініңізге үміттенемін. Сатылым нені білдіреді? Мен Daydream'да сатылым командасына қосылдым. Ендеше олар неге өнімсіз сатушыны жалдайды? Ал сіз өнімсіз компанияға неге қосылар едіңіз? Бізде жалпы идея болды. Өнім туралы түсінік болды, бірақ нақты не екенін білмедік. Daydream негізін қалаушылар дата домейнді бастаған және VMware-дің алғашқы инженерлері болды. Сондықтан бізде жұлдызды команда болды. Диана Грин Daydream'ға ерте қаржыланды. Ал біздің студенттер үшін Диана кім? Диана Грин VMware-дің негізін қалаушысы әрі бас директор болды. Оның күйеуі Мандел Розенблюм бас технологиялық директор болды. Бізде жұлдызды команда бар еді.
Және білесіз бе, біз алғашқы 1,5 жылды тек клиенттермен сұхбаттасуға жұмсадық. Жарайды, күтіңіз. Сонда сіз өнімсіз алғашқы сатушы ретінде қосылдыңыз. Және олар сізді клиенттермен сұхбаттасу үшін шақырды ма? Бұл факт. Бұл негізін қалаушылар күдіктенгенді растау үшін болды. Жарайды, егер біз стартап терминологиясын қолдансақ, бұл клиентті зерттеу және клиенттің пікірін зерттеу сияқты нәрсе. Дәл солай. Білесіз бе, мен клиенттің әлеуетіне жақындайтын едім, өйткені менде MBO-лар болды. Біз өнімді іске қоспас бұрын альфа мен бета кезеңдерінен өтіп, бірнеше альфа клиенттер табуымыз керек болды. Ал біздің студенттер үшін альфа клиент пен бета клиент не? Альфа клиент бұл өнімнің алғашқы нұсқасын қабылдауға дайын адам. Ол толық жетілдірілмеген және әдетте NDA аясында болады. Бұл әдетте NDA аясында жасалады. Толық жетілдірілмеген және олар сізбен бірге өнімді іске қосар алдында жетілдіруге көмектеседі. Бета өнім 90%-ға жетілдірілген және нарықтың бар екенін көрсетеді. Жарайды, бірақ әлі қателер бар. Дұрыс, бұл енгізуге дайын қайталанатын процесс. Альфа өте ерте кезеңде. Сонымен альфа клиенттеріңізді анықтамас бұрын клиентті зерттеуді қалай жүргізесіз? Клиентті зерттеуді қалай жүзеге асырасыз? Бұл керемет сұрақ. Білесіз бе, ерте клиенттер жаңа технологияларға қызығушылық танытады. Олар бизнес жағына көп мән бермейді. Мысалы, ROI-ымды қалай арттырады деген сияқты ғалымдар деп атайтын клиенттерді тауып, университеттер мен мектептерді мақсат еттік. Олар жаңа технологияларды сынауға дайын, пайда алады. Білесіз бе, олар сіздің әлеуетіңізді көреді. Және әрине мен мұны бәріне айтамын. Алғашқы клиенттеріңізді табу кезінде сізбен жұмыс істеуге дайын ғалымды табу керек. Бұл ең маңыздысы. Ақырында білесіз бе, кәсіпорын дегеніміз не деген сұрағыңызға қайта ораламыз. Бұл басқа әңгімелер бизнеске қатысты, өнім қалай жұмыс істейді, ROI қандай. Бұл деңгейдегі CTO-лар осындай сұрақтармен айналысады. Бірақ сізде техникалық өнім бар. Және сізде клиент ішінде техникалық өнімді шын мәнінде қалайтын техникалық маман бар. Ол жаңа технологияларға қатты қызығады. Клиенттерді табу. Және сіз айтқандай, сіз тезисті растауға тырысасыз. Қандай сұрақтар қоясыз және қандай деректер жинайсыз. Және жиналған ақпарат тезисті растауға қалай көмектесе алады. Мен Брайан Болз үшін жұмыс істедім, ол дата домен менеджері болды. Сондықтан сіз көптеген клиенттермен сұхбаттасып, олармен сөйлесіп, сұрақтар қоюыңыз керек, ашық сұрақтар. Маған сіздің ортаңыз туралы айтып беріңіз. Бұл ең ашық сұрақ. Маған сіздің виртуализация ортаңыз туралы айтып беріңіз. Біз виртуализацияланған ортаға сатуды қалайтыныңызды білдік, дұрыс па? Маған айтып беріңіз. Сұхбаттасу кезінде күнделікті жұмысымыз қалай? Мен Брайаннан сұрақтарды қалай таңдайсыз деп сұрадым. Ол көп ашық сұрақтар қойып, ақырында үлгіні көресіз деді. Мен мұны жүздеген клиенттерден білдім. Біздің студенттер бұл туралы бұрын Альберто Пеличиниден естіген. Ол бізге өнімді дамыту туралы үйретіп жатыр. Және бұл өнімді әзірлемес бұрын жиі кездесетін тақырып. Сіз мәселені анықтау және нарықты зерттеу үшін шығып сұрақтар қоясыз. Ал бұл жағдайда сатылымға кіріспес бұрын мәселені анықтау және нарықты зерттеу жүргізесіз. Бұл жағдайда сіз клиентке бағытталған нарықты зерттейсіз. Дәл солай, сіз сол ашық сұрақтарды қоясыз. Күнделікті жұмыс процесіңіз қандай мәселелер бар? Неге сізде сол мәселелер бар? Алдын ала сатылымда солай істейсіз. Жарайды, түсінікті. Бұл өнімге дейінгі кезең. Сол деректерді алып, компанияға қалай қайтып келіп көмектесесіз? Кері байланысты кімге және қалай жеткізесіз? Бұл ерте кезеңдегі адамның күші. Мен код жазған инженерге тікелей бардым. Мен оны клиент алдына қойдым, әрине оны бағыттап отырдым. Бірақ содан кейін, білесіз бе, мен сізге мысал кетірейін, сәл үлкенірек компанияда жұмыс істегенде инженер жиі кездеседі. Құдайым-ай, GUI-де қате бар. Адамдар оны ең төменгі басымдық деп санайды. Мұны істеу себебі бұл негізгі өнімге маңызды емес. Қабылдау бұл шындық. Егер адамдар GUI қатесін байқап, сіз оған мән бермесеңіз, олар оны сіздің алғашқы өніміңіз деп ойлайды.
бұл адамдарда алаңдатады. Не бар бұл беттің астында? Пайдаланушы тәжірибесі маңызды. Және GUI качетесі жақсы және нашар тәжірибе арасындағы айырмашылық болуы мүмкін. Нашар сатылымдар. Адамдар қателікті қаламайламайды. Мысалы, сіз BMW сатып алдыңыз делік. Бұл менің ең маңызды көрсеткіштерімнің бірі. Мен бұл көрсеткішке клиенттің алғашқы 90 күндегі енгізу кезеңінен бастап қанша мәселесі болғанын қараймын. Сіз Honda Accord немесе Toyota сатып алдыңыз делік. Тамаша көлік. Егер 60 күн ішінде екі мәселе туындаса, сізде күмән пайда болады. Тағы не болуы мүмкін? Дұрыс. Сенімді қайта қалпына келтіру біраз уақыт алады. Дұрыс. Сіз сол мәселелерді шешуді қамтамасыз етуіңіз керек. Алғашқы сатылым ең қиын. Дұрыс. Қайталама сатылымдар жеңілдейді. Мен бұл көрсеткішке назар аударамын, себебі ол GUI қателермен байланысты. Жарайды, сондықтан сіз ақпаратты әзірлеушіге жеткізесіз, әзірлеуші өнімді әзірлейді. Өнім сатуға дайын болғанда не болады? Сонымен ол жерде не болады? Бұл жақсы сұрақ. Барлығы қаржыландыруды қоса алғанда үйлесімді болуы керек. Клиенттер сіздің сатуыңызды және қаржылық модельді ұнатуы керек. Жарайды, баға мен бизнес моделі. Баға белгілеу. Олар жазылымды ұната ма? Сіз мұны қалай есептейсіз? Бұл сіздің бизнес болжамдарыңызға әсер етеді. Дұрыс. Маркетинг үйлесімді болуы керек. Сіз жасырыннан шығып, серпіліс жасайсыз. Бета кезеңінде қандай хабарлама анықталды? Ол ұнайды. Және сізде бір мүмкіндік бар, дұрыс. Әлемге түсінікті болу үшін айтайын, мен маркетинг үйлесімді болмаған кезде нашар өнім іске қосылған жағдайларды көрдім. Содан кейін клиенттер сол идеяны қабылдап, оған байланып қалады. Ал кейін оны өзгерту өте қиын болады. Дәл солай, түсінікті. Сондықтан бастапқы кезеңде бәрі өте шоғырландырылған, үйлестірілген және үйлесімді болуы керек. Сіз өнімге дейінгі алғашқы сатылым қызметкері болдыңыз. Сіз өнімнен кейінгі алғашқы сатылым командасының қызметкері болдыңыз. Негізін қалаушы басқаратын сатылым мен алғашқы сатылым қызметкерінің сатылымы арасындағы айырмашылық қандай? Және бұл ауысу қашан болады? Бұл ауысу қашан болуы керек? Менің ойымша, сіз бета кезеңнен шыққан сәтте бұл негізгі уақытқа дайын болады. Сіз қайталанатын бірінші енгізу моделін анықтадыңыз. Және сатылым циклі қандай көрінеді? Сіз біршама бұл әрдайым ауысады. Сол сатылым циклін қалай білесіз? Жарайды, бұл нені білдіреді? Біздің студенттер үшін сатылым циклі техникалық, бірақ олар сатушы емес. Сатылым цикліне? Сонымен, клиенттер алдымен сізді қалай табады? Біз мұны жетекші дейміз. Олар сатушының байланыс тізімі арқылы келе ме? Бізде сыртқы сатылым бар ма? Біреу қоңырау шалып, суық қоңыраулар жасай ма? Маркетинг арқылы адамдар келеді. Кейбір студенттер бұл туралы басқа подкасттардан немесе біз ұсынатын ресурстардан естіген болуы мүмкін. Бұл жетекші қалыптастыру. Және сіз өз жолыңызды анықтауыңыз керек. Мен мұны барлығына айтамын. Құбыр. Ескі мақал бар. Менің сүйікті мақалым. Құбыр өмір сызығы. Нашар құбырды сатылым арқылы жеңіңіз. Дұрыс. Сондықтан сіз жетекшілерді қалай тез алатыныңызды анықтауыңыз керек. Бұл арналар арқылы ма, әлде сіздің өніміңізді қайта сататын біреу арқылы ма? Оның да жақсы және жаман жақтары бар. Меніңше, көп жақты тәсіл керек. Сонымен сатылым процесін, толық циклін қарастырайық. Жетекші қалыптастырудан кейін алғашқы кездесулер өтеді. Ішкі сатылым қызметкерлері жетекшілермен жұмыс істейді. Алғашқы қоңырау жасалады. Көп сатылым топтары осында сәтсіздікке ұшырайды. Негізін қалаушы басқаратын сатылымдар сәтті болады. Себебі олар негізін қалаушының тарихын біледі. Мен әрбір негізін қалаушыға қоятын сұрағым. Сіз бұл компанияны не үшін құрдыңыз? Біз не үшін осындамыз? Бұл маңызды сұрақ. Егер мен сенбесем, мәселе бар. Жарайды. Егер мен не үшін құрылғанымызды айта алмасам, дұрыс. Стартап ретінде барлық мүмкіндіктеріңіз болмауы мүмкін, бірақ адамдар сіздің идеяңызға сенуі керек. Олар өнімнің мінсіз еместігін қабылдап, негізгі идеяны бағалайды. Және білесіз бе, адамдар сіз ойлағаннан да көп кері байланыс беруді ұнатады. Сіз сол кері байланысты қабылдауыңыз керек. Сіз қорғанысқа өтпеуіңіз керек.
Кейде адамдар мен бұл өнімді әзірледім, бұл менің балам деп айтады. Иә. Кері байланысты тыңдаңыз. Бұл құнды. Білесіз бе, мен барлығын айтамын. Ең маңыздысы тыңдау. Естігіңіз келмейтінді естіп, соған әрекет ету. Ашық ойды сақтау маңызды. Көптеген стартаптарда, олардың кейбірінде Nimble-да біз сататын нәрсе ерекше емес еді. Бірақ бұл әңгімелеу қабілеті болды. Иә, түсінікті. Жарайды, сонымен сатылым цикліне қайта оралсақ, жетекші қалыптастыру бірнеше механизмдер арқылы жүзеге асады. Маркетинг, сыртқы сатылымдар мен қайта сатушылар. Сонымен бұл жетекші қалыптастыру, содан кейін алғашқы қоңырау, алғашқы кездесу, ал содан кейін не болады? Және білесіз бе, ең бастысы сіз қадағалауыңыз керек. Бұл сіздің алғашқы қоңырауыңыз. Сіз өз жұмысыңызды орындадыңыз. Жарайды, әдетте не болады? Алғашқы және екінші қоңырау арасындағы әңгіменің айырмашылығы неде? Екінші қоңыраулар, мысалы клиенттер, олар жалғастыруды немесе көбірек түсіндіруді қалайды. Олар сіздің өніміңізді сынайды. Жарайды, демо. Тексеру. Біз мұны құндылықты дәлелдеу немесе концепцияны дәлелдеу дейміз. Және бұл жерде өнімді қарапайым етіп көрсету SEO-нің міндеті. Сена, сатылым инженері. Әдетте бұл сатылым мен инженерияның гибриді. Білесіз бе, сатушыларды қарасаңыздар, бұл спектрдің бір шеті, ал инженерлер екінші шеті. Олар техникалық және сатылымды байланыстыра алады. Түсінікті. Ендеше, неге сатушылардың орнына команданы SEO-мен жасақтамайсыз? Шынымды айтсам, бұл өте жақсы сұрақ. Дұрыс. Мен екі рөлді де атқардым. Және күрделі сатылым циклінде техникалық адамға сатылым жасайсыз. Олар сатушыға сенбейді. Сондықтан сіз бұл рөлдерді бөлуіңіз керек. Және бұл рөлдерді бөлу жақсы, өйткені кейде, білесіз бе, чекке қол қоятын адам болады. Дұрыс. Олар техникті қаламайды. Иә, түсінікті. Бұл стратегиялық позиция сияқты. Сіз сөйлесе алатын екі түрлі адам бар. Және әр адамның өзіне тән рөлі бар. Жарайды, сондықтан қауіпті болыңыз. Иә, бұл рас. Сонымен сатылым цикліне қайта оралайық. Сізде жетекші қалыптастыру бар. Содан кейін алғашқы қоңырау болады. Айталық, идеалды сценарийде сізде алғашқы қоңырау мүмкіндігі болады. Содан кейін екінші қоңырау болады. Онда олар сіздің өніміңізді сынап көргісі келеді, немесе демонстрациялағысы келеді. Өнімнің құндылығын көру үшін жеткілікті ойнаңыз. Ал сосын... Иә, және бұл сіздің. Сонымен сіз өнімді сынайсыз. Дұрыс. Және сіз олардан сұрайсыз. Менің өнімімді сынағаннан кейін, сіз одан не күтесіз? Сіз өз білгеніңізді түсініп, ұсынғаныңыз бен түсінік арасында сәйкессіздік болмауын қамтамасыз етуіңіз керек. Дұрыс. Содан кейін сатып алу процесін бастаңыз. Түсінікті, жарайды. Бұл өте маңызды. Алғашқы сатылымдарда екінші қоңырауға жете алмауыңыз мүмкін. Сіз POV-ға жете алмауыңыз мүмкін. Әр қадамда келесіге неге жете алмағаныңызды талдаңыз. Және бұл өнімнің өзіне байланысты болуы мүмкін, немесе болмауы мүмкін. Бұл сатылым процесіне, немесе сатылым процесімен өнімнің өзіне байланысты болуы мүмкін. Иә, сіз талдау жасап, кері байланыс ала аласыз. Соңғы сұрақ. Неге менің өнімімді сатып алмадыңыз? Түсінікті. Бұл ең құнды нәрсе. Стартап әлеміндегі сатылым терминологиясында бұл воронка конверсиясы деп аталады. Әр қадамыңызды. Білесіз бе, сатылым циклінің әрбір қадамын воронка ретінде қарастырсақ, мысалы, оның жоғарғы бөлігі жетекші қалыптастыру. Онда ең көп әлеуетті кандидаттар болады. Әрбір қадамда оларды біртіндеп сүзесіз. Воронканың төменгі жағында сізде кішкентай воронка болады, бірақ олар төлеуге дайын. Иә, бұл керемет, бұл үлкен компанияларға тән нәрсе. Сіз воронканың жоғарғы бөлігімен төменге жететін пайыз туралы ойлайсыз, дұрыс? Иә, егер сіздің воронкаңыз тым тар болса, онда сұрақ туындайды. Не болып жатыр? Неге менің воронкам тарылып жатыр? Неге менің конверсиям жоғары емес? Бүгін нарықта өнім сәйкес емес пе? Иә. Жақсы. Сонымен, білесіз бе, осы туралы сәл сөйлесейік. Әңгіме бағытын сәл өзгерткім келеді. Сіз өнімнің жеткілікті түрде ерекшеленбеуі мүмкін екенін айттыңыз, және тағы басқа.
Сондықтан сіз сатылыммен айналысып, алдын ала сатылым жасаған кезде, сіз шағын стартапта сатылым жасадыңыз. IPO-дан кейінгі компанияларда сатылым жасадыңыз. Біздің бағдарламамыздағы студенттер сияқты, негізін қалаушы сатылым дағдылары мен сатылым процесін өздерінің бәсекелестік артықшылығын және ерекшелігін анықтау үшін қалай пайдалана алады. Бұл да жақсы. Бұл негізін қалаушының тарихынан басталады. Неліктен сіз бұл компанияны бастайсыз? Бұл үлкен неге? Мен мұнда сәл ауытқып кетем, өйткені көптеген негізін қалаушыларды көремін. IPO жасағымыз келеді. Бұл қате стратегия. Біріншіден мен мұны бірден айтамын. Мен көптеген табысты негізін қалаушылармен сөйлестім. Неге істеп жатырсың? Әрқайсысы әлемді өзгертемін. Бұл тұрақты үлгі. Ақша табу. Дұрыс, және бұл білесіз бе, ең алдымен ең маңызды нәрсе бұл негізін қалаушының тарихы. Жарайды ма? Содан кейін сіз өзіңіздің тарихыңыз туралы көптеген адамдармен ашық сөйлесіп, сол оқиғаға қанша адамның сенетінін көруіңіз керек. Орташа Джо сияқты көшедегі адаммен сөйлесіңіз. Біз бір нарықтамыз, мен компания ашуды ойлап жүрмін. Сіз менің өнімімді сатып алуға көндіре аласыз ба? CEO-ны ең мықты сатушы дейміз. Осыған қатысты, кейде жаңа кәсіпкерлер өздерінің алғашқы компаниясын бастағанда, мен не істеп жатқаным туралы көп айтқым келмейді. Өйткені біреу менің идеямды ұрлап алады дейді. Сіз бұл туралы не ойлайсыз? Жалғастырыңыз, түсіндім. Өнімім ерекшеленбейді. Орындау да маңызды. Тамаша идеялар көп, орындау ше. Егер сіз өзіңіздің тарихыңыз туралы айтып, біреу сіздің идеяңызды ұрлап, сізден жақсырақ жүзеге асырса, онда сіздің идеяңыз жеткілікті қорғалмаған болуы мүмкін. Жарайды, түсінікті. Мен көп адамның өнім әзірлегенін көрдім. Және сіздің жабық орта туралы айтқаныңыз өте маңызды. Өйткені сіз өнім әзірленбестен бұрын шығып, ол туралы сөйлестіңіз. Және ешкім идеяны ұрлап, сіз сол нарыққа сатуға өнім жасай алмағандай жағдай болған жоқ. Сіз жабық ортада әзірлеуді бастадыңыз. Бұл сіз айтқан үшінші компанияның оқиғасына қайта оралады. Өнім жасалмас бұрын сіз шығып идея туралы, концепция туралы сөйлестіңіз. Және ешкім идеяны ұрлаған жоқ. Сізде оны әзірлейтін инженерлік команда болған жоқ. Стартап ретінде сіздің мақсатыңыз нарықта бірінші болып шығу. Егер сіз жаңа нарық құра алсаңыз, біз Data Domain, VMware, Nimble-де жасағандай қалғандары сізге жетуге тырысады. Сіз гиперөсу кезеңіне жетесіз. Сонда сіз соншалықты алда боласыз. Басқалар қуып жете алмайды. Бұл мағыналы. Күте тұрмыз. Білесіз бе? Біз сізбен керісілген уақыттан асып кеттік. Бірақ сіз сатылым жағында болдыңыз және негізін қалаушыларды бағалап келдіңіз. Өйткені сіз негізін қалаушының тарихы сатылым активінің бір бөлігі ретінде пайдалануға болатын маңызды нәрселердің бірі деп айттыңыз. Біздің командада негізін қалаушы басқаратын сатылым туралы сөйлестік. Және сіз компанияның алғашқы кезеңдерінде негізін қалаушылар сатылымды өздері жасау керек. Өйткені олар тарихты жақсы жеткізеді деп айттыңыз. Ал алғашқы сатылым қызметкерін жалдағанда дұрыс таңдау үшін не істеу керек? Бұл керемет сұрақ. Көп стартаптар жас қызметкерді бірінші жалдайды. Меніңше тәжірибе болғаны жақсы. Жас қызметкер не? Колледжден жаңа шыққан адам, өйткені олар біреуге ақша төлеуді қаламайды. Екіншіден, сатылым командасын жалдағанда тәжірибе жасауға дайын адамды іздеймін. Тәжірибе екі қырлы қылыш. Бұл киімділікті арттырады, бірақ ойланбастан механикалық әрекет етуге әкелуі мүмкін. Себебі сіз әдеттенгенсіз. Мен ұзақ уақыт технологияда болдым, үнемі өзімді қайта ойлап табамын. Жаңа стартапқа қосылған сайын өзімден сұраймын. Дұрыс. Сатылымды аяқтау үшін не қажет болса, соны анықтау үшін тәжірибе жасауға дайын адам керек. Білесіз бе, біз Data Domain үшін сатылым жасамадық. Алғашқы жол өте қиын болды. Және біз өзімізден, біз не істеп жатырмыз деп сұрауға мәжбүр болдық. Біз тәжірибе жасауға дайын болуымыз керек еді. Ақырында біздің жаңа идеяның тұжырымдамасын тұтынушылар түсінбеген анықталды. Dedup аталды. Сонымен сіз бізге алғашқы сатылым қызметкері тұрғысынан көзқарас беріп жатырсыз. Сіз негізін қалаушының мүмкін екенін айттыңыз.
Кешіріңіз. Негізін қалаушы тұрғысынан тәжірибесі бар, бірақ тәжірибе жасап шығармашылыққа дайын адамды табу керек. Алғашқы қызметкердің көзқарасы бойынша, негізін қалаушы тәжірибелі сатушыларды тарту үшін не істей алады? Бұл Франк Слотманның маған ұнаған қасиеті. Ол ең жоғары жалақы төлеуге дайын болды. Білесіз бе? Кім көп ақша тапқысы келмейді? Дұрыс. Мен көптеген стартаптардың да осылай істегенін көрдім. Олар Франк Слотман моделін ұстана бастады. Алғашқы сатуын өкіліне көп төледі, және ол өз көрсеткішін асырып, өте жақсы нәтиже көрсетті. Кейінгі қызметкерлерді жалдау арзанырақ. Себебі алғашқы сатушы кейінгілерді жалдауға көмектеседі. Франк басқаша істейтін нәрсе, кейінгі қызметкерлерге де дәл сондай жалақы төлеп, сол циклды жалғастыру. Франк ең үздік таланттарды күтетін. Ол сізден үздік нәтиже күтті. Жарайды. Франк өте қатал, тез жұмыстан шығаратын еді. Мұны істеуден қорықпаңыз, ол сізге талап қоятын. Қалай тез? 6 айдан 1 жылға дейін. Жарайды. 6 айлық кезең бұл ерекше сан. Өйткені біз оны жиі естиміз. Жаңа қызметкерлер өнімділігін арттыру үшін 6 айдан 1 жылға дейін уақыт қажет. Жарайды. Сатылым өтемақысы туралы айтқанда, қысқаша, өз өтемақыңыздың сандарын ашудың қажеті жоқ, бірақ сатылым өтемақысы қаншасы негізгі жалақы, ал қаншасы өнімділікке ынталандыру екенін айта аласыз ба? Бұл жақсы сұрақ. Сатылым өкілдері 50-50. Дұрыс. 50% негізгі жалақы, 50% комиссия. Сатылым инженері 70. Мен агрессивті болдым. Менде 60 база. Алхақ. Дұрыс. Сондықтан мен оны асыра күтемін. Түсінікті. Сатылым инженері үшін, сатылым инженері жайлы. Түсінікті. Біз брондалған уақыттың соңына жеттік Хью. Уақыттан асып кеткенім үшін кешірім сұраймын. Айтпақшы, сізге соңғы бір сұрақ қояйын. Білесіз бе, біздің студенттеріміз кез келген компаниямен жұмыс істеуге дайындалып жатыр. Олардың кейбіреулері B2C компаниялармен жұмыс істейді, ал басқалары B2B компаниялармен жұмыс істейді. Сіз бұрын айтқандай, кейбір компаниялар B2B сатылымдардан кәсіпорындарға ауысады. Кәсіпорын сатылымдарының анықтамасын түсіндіріп бере аласыз ба? Кәсіпорын сатылымдары әдетте үлкен келісімдер болады. Бірақ көптеген адамдар стартап бастап, өнімді сатумен айналысады. Біз кәсіпорын сатылымына жетуді қалаймыз, бірақ асықпау керек. Бұл әрдайым солай болған. Өйткені кім сатылымды қаламайды? Мен үлкен келісімдерді қалаймын. Біріншіден, ерте кіріссеңіз, көп ресурстар қажет. Егер ерте кірісіп, сәтсіздікке ұшырасаңыз, оралу қиын. Кәсіпорын сатылымдары нені білдіреді, және неге бұл үлкен инвестиция? Кәсіпорын сатылымдары әдетте үлкенірек келісімдер. Сатылым циклі құбыр желісін құрудан бастап IPO-ға дейін ұзақ уақыт алады. Және бұл әдетте бірнеше бөлім мен департаментте қолданылатын көбірек орындықтары бар ірі ұйымдарға сатуды білдіреді. Дәл солай. Сатылымдар көбінесе бизнеске бағытталған. Құндылыққа бағытталған, техникалық емес. Дәл солай. Стартапты бастағанда сіз басында техник жігітті аласыз. Дұрыс. Бірнеше жылдан кейін сіз бизнесменге сатасыз. Ол бұдан қандай құндылық алады? Дұрыс, түсінікті. Өйткені біріншіден келісім шарттар үлкен болады. Себебі енгізу ауқымдырақ. Көп пайдаланушы қатысады, сіз бизнеске көбірек назар аударасыз. Ол техникалық емес. Олар құндылық дәлелі мен тұтынушы ROI дерегін қалайды. Ясы, бұл кәсіпорын сатылымына көбірек ұқсайды, және өтпелі кезеңнен өту керек. Сондықтан олар осы кезеңде кәсіпорында кіру үшін жаңа өкілдерді жалдайды. Жақсы, түсінікті, қызық екен. Егер сіз SMB жасайтын болсаңыз, SMB үшін қызметкерлерді жалдайсыз. Ал дайын болғанда немесе оған ауысқанда кәсіпорынға арналған арнайы сатушыны жалдағаныңызға көз жеткізіңіз. Бұл басқа сатылым. Сізге тағы бір сұрақ қояйын, соңғы сұрақты. Соңғы деп айтқан едім, бірақ тағы бір сұрақ бар. Сіз жетекші генерация туралы айттыңыз, және ол сатушылар арқылы болуы мүмкін. Канал серіктестіктеріне және серіктестік жетекшісі не істейді? Каналдық серіктестер әдетте сатылым ұйымдары, бірақ олар шамамен 20 түрлі жеткізушіні ұсынады. Жарайды. Олар тек сіздің өніміңізді ғана емес. Түсінікті, жарай. Сондықтан мен әрдайым канал философиясына сендім. Бұл сатылым процесін күрделендіреді. Өйткені енді сізде арадағы делдал бар, дұрыс. Олар сіз кіруге тырысатын есепшотты ұстай алады.
Сонымен бұл нар алаңы емес, бірақ олар ұқсас клиенттерге көптеген әртүрлі өнімдерді сататын біреуге сатумен ұқсас. Егер сіз командалық серіктестік арқылы өтсеңіз, олар клиентпен қарым-қатынасты иеленеді, ал сіз оларды білмейсіз. Олар күшейтеді. Жарайды, істеуім керек. Білесіз бе, жетекшілер санын алу үшін сіз әр сатылым өкілін жалдай алмайсыз. Иә. Бұл сатылым өкілі болуға қайта оралады, сіз канал серіктестермен жұмыс істеуді үйренуіңіз керек. Түсінікті. Каналдық серіктестіктерді басқару немесе құру үшін сатылым өкілін жалдау қажет пе, әлде ұйымға кімді жалдайсыз? Компания үлкен болғанда арнайы қызметкер жалдайсыз. Мысалы, серіктестіктер жөніндегі вице-президент. Серіктестіктер туралы ойланайық. Серіктестер, каналдар және альянстар бар. Өнімдер жұмыс істейді. Олар бәсекелес емес. Тағы бір өніммен A, B және Z мен синергия бар. Сондықтан шешімді біріктіреміз. Дұрыс. Бұл әдетте альянстар. Түсінікті. Бізге көмектесіңіз және каналдар, альянстар мен серіктестіктерді бөліп көрсетіңіз. Олардың арасындағы нақты айырмашылық қандай? Канал альянсы. Альянстар синергияға ие адамдар. Біз доспыз. Толықтырушы өнімдер. Толықтырушы өнімдер. Канал бұл сіздің өніміңізді қайта сататын адам. Серіктестіктер не? Жақсы сұрақ. Серіктестіктер, білесіз бе, мен бұл сұрақты қойдым, және менің ойымша әртүрлі ұйымдар оны әртүрлі анықтайды. Кейде серіктестіктер брендті дамыту үшін пайдаланылады. Кейде серіктестіктер өз сатылым командасы бар жеткізушілер болып табылады. Олармен бірлесіп сатуға болады. Әдетте компания үлкен болғанда сіз біреуді жалдайсыз. Бұл тек альянстар жөніндегі вице-президент емес, ол серіктестіктер мен альянстар немесе каналдар мен серіктестіктер жөніндегі вице-президент. Рахмет. Сізге соңғы сұрақ. Білесіз бе, сіз сатылым жағында өте қиын технологиялық компанияларда жұмыс істеп, өте табысты болдыңыз. Және сіздің компанияға қосқан үлесіңіз арқасында олар да өте табысты болды. Біздің студенттер алдағы 6-9 айда өз стартаптарын құрып жатқанда, сатылым туралы ойланғанда, оларға қандай қоштасу кеңестерін берер едіңіз? Менің ойымша, тұтынушының кері байланысы ең маңызды нәрсе, және оны ескеру керек. Сондай-ақ сатылым циклы туралы заңды талқылаймыз. Ең маңызды кері байланыс бұл жеңістерді тойлау. Жеңістер жақсы сезім береді, бірақ ең маңыздысы неге сатып алмады? Мен стартаптардың сәтсіздікке ұшырайтын жерін айтайын. Бета нұсқада түзетпеген мәселелер компанияны өсірген сайын нашарлады. Әр компания өткенге көзқарас. Дұрыс, бірақ бета нұсқадағы кері байланыс 3 жылдан кейін сәтсіздікке әкеледі. Бірақ бета нұсқада шамадан тыс инженерия жасасаңыз ше? Бета нұсқада шамадан тыс инженерия, көрдіңіз бе? Нақты жіберіңіз. Бұл өте нәзік теңгерім. Жарайды, студенттер, біз негізінен айтқанымыз клиенттерімізбен сөйлесуді ұмытпаңыз. Бірақ сіз клиенттердің тәжірибесі мен құндылықтың дәлелі төңірегіндегі маңызды мәселелерді шешу арасында өте нәзік тепе-теңдікті сақтауыңыз керек. Оны түзету жоспары маңызды. Мен нақтылағым келеді. Сіз оны бета нұсқадан кейін орындаңыз. Түсінікті. Кеңесіңіз үшін үлкен рахмет. Білесіз бе, өте аз адамдар M&A немесе бірігу мен сатып алу арқылы шығуға жетеді. Және IPO-ға жететіндер өте аз. Сіздің жағдайыңызда сіз сатылымда M&A және 2 IPO арқылы өттіңіз. Және білесіз бе, сіз 20-25 жыл дедіңіз. 20-25 жыл адам өмірінің ұзақтығымен салыстырғанда өте қысқа уақыт. Үлкен рахмет, біз сіздің біліміңізді жоғары бағалаймыз. Сіздің мансабыңыз бай, студенттер оны үйренуге бақытты. Рахмет. Әрдайым сөйлесем. Рахмет, студенттер. Бұл AI сана подкастының тағы бір эпизоды. Келесі эпизодты жіберіп алмаңыз. Жақсы түн болсын.